Сәлем достар, сізбен бірге Puzzle Life арнасы, менің есімім Әділ. Бүгін біз осы аптаның ең басты жаңалығын айтатын боламыз. Ол әрине Puzzle арнасының жабылуы. Қазір көбі Puzzle арнасы неге жабылды, Puzzle қайда, Puzzle неге деген видеолар шығарып жатыр. Неге енді Puzzle'дың өзіне сол туралы видеоны неге енді шығармасқа, е? Ал енді ең жиі қойылып жатқан сұрақ ол неге Puzzle каналы жабылды? Достар, Puzzle каналы жабылған жоқ, ол жай ғана доступы жабылып қалды. Ол жабылған жоқ, ешқайда кеткен жоқ, ол тұр, өз орнында тұр, ол жай ғана доступы жабылып қалды оған. Алланың қалауымен енді ол жақын аралықта ашылады. Енді Puzzle'дың жабылуына орай түрлі сыбыс әңгімелер болып жатыр, олардың көбін оқысан кәдімгідей күлесің ғой анда. Енді Аллаға шүкір біздің подписчиктердің 99%-ын ойлау қабілеті орында, барлығы түсінушілікпен қарап жатыр. Бірақ та дегенмен сол 1%-ында ойға кіріп шықпайтын осы Puzzle'дың жабылуына орай өздерінің ойларын айтып жатады, бірақ та олардың ойы мүлде түбегейлі қате болып шығады. Бүгін біз Puzzle'дың жабылуына орай ең ойға кіріп шықпайтын себептерді айтатын боламыз. Ал достар, енді видеоны бастамай тұрып, сізден бір өтініш, дауыс батырмасын басып, мен айтқанды дұрыстап тұрып естіп алыңыз. Өйткені осыған ұқсас бір видео түсірген кезде, жаңа алдында айтқан 1% адамдар дұрыс түсінбейтін. Олар бір сөзді мына жерден жұлып алады, екінші сөзді ана жерден жұлып алады, одан кейін өздерінің ойларын қосып алдындағы айтқан ойға кірмейтін себептерді өздері ойластырып шығады. Сондықтан мұқият болып дұрыстап тыңдаңыз. Мен қазір барлық көрермендерді айтып тұрған жоқпын. Көрермендердің 99% барлығын түсінеді. 1% бар, сол түсінбейтін адамдарға айтып отырмын қазір мен. Ей, değil. Не қуырсың? Болмай ма не? Болмайды. Ал енді ең бастапқысынан бастайық. Puzzle авторлық видео істемейді. Puzzle тек қана түрлі видеоларды кесіп шығара салады. Бұл авторлық видео емес. Жаңағы жазған адам өзі не жазған біле ме екен? Өзі видео түсірмейді деген сөз не ол? Мысал ретінде сізге айтайын. Өзі түсіреді деген шығар, ол лайв контент айтып тұрған шығар ол адам. Мысалы, бір адам камераны алып, супермаркетке, дүкенге бір жерге барып жатып, бір влог түсіріп келді. Соны өзі түсірген видео деп айтады. Авторлық деп айтады, е? Сөз жоқ, ол авторлық видео. Бірақ неге топ факты авторлық емес деп кейбірлер ойлайды. Алдындағы айтқан влог, ол жай ғана міне барып түсіріп келді, сөйлеп келді өз ойын, бір-екі жерін кесті, бір жеріне эффект қойды, YouTube'қа шығара салды. Керемет, өзін шығарған видеосы. Ал енді топ факты айтайық. Міне қараңыз, біріншіден ақпарат ізделінеді, ол ақпаратты дұрыс қате екен тексеріледі. Жалпы біз өзіміз тексереміз, басқа шетелдегілерді айтпай қойыңыз, оларды мен білем, олар тексермейтін. 99%-ға сенем, олар өз ақпараттарын тексермейді, өйткені олар көбінесе қаражатсан, ағылшын, итальяндық, француздық, орыс топтарды қарасан, олар түбегейлі қате болып шығады топтары. Бұл плановый жоспар бойынша жүргізілген нәрселер, өздеріңіз барып тексере бересіздер ме, қалай өзі? Тексеріс барысында олардың бәрі қате болып шығады. Ал біз болсақ, алдымен ақпаратты іздейміз, оны тексереміз, қаншалықты дұрыс емес екен тексереміз. Одан барып сценарий жазылғаннан кейін оны дыбыстаймыз, монтаждаймыз. Оның барлығына бізге 15-16 сағат өтеді. Негізінде аз уақыт өтуші еді. Бірақ та біз осыны көрермендерге деген сыйластық бізде болған үшін біз барлық ақпараттарды дұрыстап тұрып тексереміз. Ол үшін көп уақыт кетеді, түнде ұйықтамаймыз. Сәлем достар. Ұйықтым кеп тұр, мен түні ұйықтаған жоқпын. Барлығын осылай жинап, қаншалықты дұрыс екен тексереміз. Енді алдында айтылған сұраққа келетін болсақ, бұл авторлық емес. Қараңыз, енді екеуін салыстырыңыз. Өзі түсірілген видео. Оны біз білеміз, өйткені біз өзіміз Puzzle Life-та, біз сіз қазір көріп отырған каналда, біз сондай видеолар түсіреміз. Олар авторлық. Міне, барып келдім, жүріп келдім, ол авторлық. Топ, факт, мәлімет, оның барлығы авторлық достары. Неге десеңіз, оған лайв контентке қарағанда көбірек жұмыс кетеді. Сен ол кезде көбірек жұмыс атқарасың. Жай ғана міне мен мұнда барып келдім деп түсірмейсің, көбірек жұмыс атқарасың ол жерде. Соның өзінде кім білмей, түсінбей жатса, немесе түсінгісі келмей жатса, YouTube'та хабар бар адамдардан сұраңыз. Олар сіздерге топ, факт, мәлімет, оның барлығы авторлық, 100% авторлық деп айтады. Егер топ, факт, мәлімет ол авторлық болмаса, YouTube өзі оған жеке развлекательный, познавательный контент деген тармақ бермес еді. Сондықтан бұл сұрақ достар жабылады. Ол толықтай авторлық контент. Енді келесі ең күлкілі, ең ойға кірмейтін себептердің бірі ол Puzzle, сен орыстардан қайталайсың, сен плагиатчиксің. Ну құрбаны. Плагиат деген не ол? Біріншіден сіз плагиат деген сөзді түсінбейсіз.
дұрыстап тұрып Википедиядан оқып алыңыз. Мысал сізге келтірейін, плагиат деген не ол? Егер бір кітап жазатын болса, жеке бір тұлға оның кітабын алып, дәл солай сценариймен, бірақ ол жерге өзінің жеке атын жазатын болса, ол плагиат. Мысалға біреу фильм түсіретін болса, тура сондай сценариймен, тура сондай аяқталуымен, тура сондай кейіпкерлермен түсіретін болса, онда ол плагиат. Егер бір жеке компания басқа бір компанияның атын қолданып, мысалы Nike немесе Reebok, басқандай біреу Nike, Reebok дегенді алып, дәл сондай өнімдерді сататын болса, онда ол плагиат. Топ мәлімет плагиат болып саналмайды. Азыл арнасы бұл жолда сүттен ақ, судан таза. Енді алдына айтқандағыдай, сендер орыстардан қайталайсыңдар, сол үшін сендерді жауып тастады. Адамдар көктемде неге қуады? Достар, мен бірнеше минут бұрын айттым. Біз білеміз, орыстар, ағылшындықтар, испандықтар, француздықтар, қандай болсын топтар, олар қарапайым сайттардан кіреді, жай ғана түк сценарий жазбайды, олар тура солай көшіріп алады, соны оқи салады. Тіпті ең үлкен миллиондық осындай топ жайлы түсіретін каналдар ресейлік. Мен білем олар қай сайттан алады, мен көрдім олар қай сайттан алады. Олар тура солай келтіреді, олар еш өзгеріс істемейді, еш түк істемейді. Жоқ, мен пазл каналын ақтап отырған жоқ, мен жай ғана шындықты айтқым келіп тұр. Көрермендеріміз көбі біздің видеоларымызды жақсы біледі. Сондықтан мен қазір кейбір видеоларды мысал ретінде келтірсем, ол видеолар кез келген адамның ойына келетін шығар. Пазл каналындағы 1-2 видеоны алып кетейін. Мысалы, альбиностар жайлы видео. Біз ол жерде альбиностар жайлы айттық. Альбинизм ауру қандай ауру? Альбинизм деген не? Альбинизмнің себептерін, альбинизмнің қалыпты жағдайларын, соның барлығын сіздерге түсіндіріп кеттік. Егер орысшаларды алатын болсақ, олардың текстін қарайтын болсақ, олар жай ғана Google'да «Что такое альбинизм? Кто такой альбинос?» деп жазды, сол текстті алды, көрермендерге көрсете салды. Біз болсақ, альбинизм деген не? Что такое альбинизм? Кто такой альбинос деген мәліметтерді алдық, оларды тексердік. Тек қана тексере қоймай, біз сонымен қатар альбинизм ауруымен ауыратын адамды тауып алдық. Сонымен байланысқа шықтық. Сол мәліметтерді келтіре отырып, біз сол альбинос адамнан бұл мәліметтер қаншалықты шын екенін сұрадық. Қай жағы өтірік, қай жағы шын, қандай қауіптер бар. Сол альбинос адаммен байланысқа шығып, барлығын біліп алдық. Ол дегеніміз не? Ол тек қана біз бір ақпаратты алмай, сонымен қатар түрлі ақпараттарға келдік. Ең бастысы біз сол жағдаймен байланысты адамға барып, көптеген қызықты мәліметтерді білдік. Олардың бірі, ол альбиностардың көзі қызыл деп айтады, ол жалған мәлімет. Өйткені альбиностардың көздері ешқандай қызыл емес. Оларда туа біткен көздерінде аурулар болады, сондықтан оларды көбі қызыл көз деп айтады. Және айтқан орыс топерлар, олар оны альбиностардың көзі қызыл деп жаза салады. Келтірілгенді алады да жібере салады көрермендерге. Ал біз болсақ оны қарадық, ол жай ғана көздің ауру екенін білдік. Соны видеода айтып кеттік. Тағы да сіздерге бір мысал келтіретін болсақ, ол кесек жайлы видео. Кесекті жесе бола ма деген. Ондай видеоны сіз бірде тілде таба алмайсыз. Өйткені біз оны көрермендердің сұранысы бойынша істедік. Біз оны ешқайдан плагиат еткен жоқпыз, біз оны ешқайдан ұрлаған жоқпыз. Біз көрермендеріміз сұрады, біз оны барынша көрермендерге жеткізейін деп түрлі сайттардан қарадық. Қазақша жоқ, орысша жоқ, украинша жоқ, ешқай жерде жоқ. Біз оны қай жерден таптық? Ол ақпаратты біз үндістандық дәрігердің твиттердан таптық. Ол оны бірнеше жазып алып келтіріп кеткен өзінің твиттерында. Әрине өзінің тілінде біз оны Google-дың аудармасы бойынша аудардық. Қаншалықты дұрыс екен, одан кейін оны малазиялық мәліметтермен тексердік, оны одан кейін индонезиялық мәліметтерден тексердік. Өйткені көбінесе сол жақтарда сол мәлімет келтірілген, басқа тілдерде ашса келтірілмеген. Сондықтан біз сол мәліметтерді қоса отырып тексеріп, түрлі дәрігерлерден шығып байланысқа соларды сұрадық. Одан кейін осындай видео шықты. Осы барлық мәліметтерді қоса отырып, осындай жеке ойға келдік. Дәрігерлерден сұрадық, кесекті жейтін адамдардан сұрадық, кесекті сататын адамдардан сұрадық. Осылай біз сіздерге осындай мәліметті жеткізіп, осындай керемет видео шығардық. Сондықтан плагиат деп айтпай қойыңыз. Ешқандай плагиат, қазақ ютубында плагиат жоқ ешқандай. Егер сіз осындай ойлайтын болсаңыз, оны құлдық сана сезім деп айтады. Құлдық сана сезім деген не ол? Адам әрдайым өзін біреумен салыстырады. Өзі ешқандай ойлап таппайды деп ойлайды. Мысалы, сен мынадан қайталап алдың, сен мынадан қайталап алдың. Неге біз қайталап аламыз? Қазақ ютубында ешқандай қайталайтын зат жоқ. Егер сіз осылай ойлайтын болсаңыз, қазақ ютубы ешқашан дамымайды. Сондықтан плагиат деген ешқашан жазбаңыз. Біз ешқандай плагиатпен айналыспаймыз. Ол жайлы жеке видео, ұзақ бір видео ала қалса болады. Қазір оған уақытымды құртпай қояйын, жай ғана сіздерге осы мәліметтерді келтірейін деп отырмын. Енді келесі миды жаратын бір себептерге келетін болсақ, ол пазл, сен плюс 18-ді жиі істейсің, оның үстіне сен айтқансың, сен плюс 18 істемеймін ешқашан деп.
баршы миды ашпаш, өзі адам басатыдық. Баршы. Достар, мен ең видеоның басында есіңізде ме, мен айттым, кейбір адамдар болады, айтқан сөздер бір жерден жұлып алады, екінші жерден жұлып алады деп. Білмеймін неге өйтетін. Сөйтіп тұрады, бірдеңе. Міне мен қазір дәл сол адамдар жайлы айтып тұрмын. Плюс 18, мына жерден жұлып алды да, енді осылай ойға келіп отыр. Плюс 18 деген не ол, достар? Неге біз плюс 18 істемейміз деп айттық? Плюс 18 біз ұятсыз заттарды істемейміз деп айттық. Біз қорқынышты заттар жайлы айтқан жоқпыз. Біз қорқынышты заттарды өзімізге керек болғаннан бір какой-то хайп үшін немесе басқандай заттар үшін істемейміз. Әр видеоның басында дисклеймер тұрады. Ол жерде видеоның сипаттамасы, яғни неге ол видео түсіріліп жатыр, сол жайлы айтамыз біз. Сол дисклеймерді дұрыстап оқыңдар, көбі оқымайды оны. Плюс 18, плюс 16 деп неге жазылып тұрады? Біз оны аяқ астынан түсірмейміз, енді түсіріп қалған жоқпыз. YouTube заңы бойынша біз плюс 16, плюс 18 деп жасау керекпіз. Көрсетілген видеолардан адамдар өздеріне сабақ алу үшін істейміз. Мысалы, лифттер жайлы, мысалы, қанды баспалдақтар деген видео болды. Олардың барлығын біз не үшін істейміз? Өйткені адамдар абай болып жүрсін. Осы видеоларды көріп, адамдар абай болады. Сол үшін соны істейміз біз. Біз оны хайп үшін, немесе сен айттың ғой плюс 18 істемеймін, енді істеп жатсың. Біз ол үшін істемейміз. Ал оны YouTube бан беріп тастамас үшін біз дисклеймер жасаймыз. Плюс 18, плюс 16 деп. Егер ондай заң болмаса, біз оны жазбас едік. Егер қорықсаңыз, көрмей-ақ қойыңыз. Бірақ өзіңізге жеке сабақ алғыңыз келсе, әрине көріңіз. Өйткені ол ешқашан зиян болмайды. Сіз оны көресіз, одан кейін сізге өміріңізге бір күні ол қажет болып қалады. Сондықтан ондай видеолардан қорықпаңыз. Ол сөзсіз әрине. Бүгін сіздерге көп әрине мысал келтіріп кеттім, бірақ та тағы да мысал ретінде айтсақ, темекі, насвай, жануарларды өлтіру, бұның барлығы темекіні шекпеңдер, насвайды қалай тастау керек, жануарларды неге өлтіреді, түрлі браконьерлер туралы, қызыл кітап туралы айттық. Ол жерде плюс 18 болды. Содан барып біз ол банға кетіп қалмас үшін біз дисклеймер жасаймыз. Сондықтан бізге айтпай қойыңыз, сен былай айттың, енді былай айтып жатсың деп. Оның бәріне себеп бар, достар. Міне осындай кейбір адамдар түсінбейтін себептерге келіп кеттік бүгін біз. Оларға дұрыстап ойымды жеткізін деп ойлаймын. Жаңа айтқандағыдай мен көрермендеріміздің 99%-ын айтып отырмын. Олар өте жақсы, керемет достар. Сендерге лайк, шексіз лайк сендерге, өйткені барлығын түсінесіңдер. Мен бүгін тек қана 1%-ға айтып отырмын, түсінбейтін. Мүмкін олар осы видеодан кейін түсінетін шығар. Неге сендер қазақ ютубын плагиат деп айтасыңдар? Мынау біздің Янго, мынау біздің, білмеймін, Сливки шоу, мынау біздің басқандай Ивангай. Жоқ, достар, ол біз өзіміз, ол қазақ ютубы, ол ешкім емес. Ол қазақ ютубы. Егер сіз олай ойласаңыз, қазақ ютубы дамымайды. Сондықтан ешқашан оны ойламай қойыңыз. Факт, есть факт, мысалы да. Мысалы, пазл арнасы айтады, он факт дейді. Міне, факт бойынша, это факт. Тағы да айтып кетейін, мен тек қана 1% адамдар жайлы айтып тұрмын, қалғандар 99%-ын біз шын жүректен сүйеміз, барлығымыз біргеміз, пазлының бөлшектері. Рахмет сендерге, сіздерге шексіз лайк, мен осындай барлығын түсінеді, біздің көрермендер жалпы барлығын түсінеді. Мен тек қана осы видео арқылы сол 1% адамдарға түсіндіріп кетейін дедім. Сендерді де сол 1% адамдар, сендерді біз шын жүректен жақсы көреміз, өйткені сіздер де біздің көрермендерімізсіңдер. 99% болсын, 1% болсын, барлықтарымыз пазлының бөлшектеріміз, барлығымыз дамимыз әлі орыс ютубына, әлі шетелдік ютубқа көрсетеміз, барлығымыз дамимыз. Аллаға шүкір, көптеген керемет ютуберлер пайда болып жатыр. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз ол қазақ ютубы үлкен мынандай 42-ші размермен үлкен қадамдармен алға бар жатыр деген сөз. Сондықтан пазл ашылады, пазл ешқайда кеткен жоқ. Осы 1-2, мүмкін 3 аптада енді ондайға дейін созылмайды деп ойлаймын, бірақ та міндетті түрде пазл каналы ашылады. Ол жабылған жоқ, ол жай ғана доступ жабылып қалды. Сондықтан ешқандай уайымдамай қойыңыз, қорықпай қойыңыз, барлығы өз орнымен болады, барлығы өзінің қалпына келеді. Міне бүгінгі видеомыз осындай болды. Подписаться деген қызыл батырма болады, соған басыңыз. Сонда каналдың дамуына үлкен бір өзіңіздің үлесіңізді қосарсыз. Және міне мынандай қоңырауша шығады, сол қоңыраушаға бассаңыз, біздің видеоларымызды әрдайым ең бірінші болып көретін боласыз. Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетіңіз, біз барлық пікірлерді оқимыз, барлығына лайк басамыз, барлығына жүрекшелерді басамыз осындай. Сондықтан пікірлеріңізді қалдырыңыз, каналға жазылыңыз. Біздің сипаттамамен бірінші комментарийде біздің әлеуметтік желілерімізге, парақшаларымызға сілтемелері болады. Сондықтан оларға кіріп кетіңіз. Бізде керемет ВКонтакте топ бар, керемет инстаграмымыз бар. Ол жерге
барлық активность қазір керемет қайнап жүріп жатыр, сондықтан барыңыз сол жерге, барлық мәліметтер сол жақта болады. Әрине пазл және пазл лайф арнасы жайлы ұмытпаңыз, барлық жерге тіркеліп әрдайым бізбен бірге болыңыз. Бүгінге осы пазлға жазыл.